Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жеміс-жидектер мезгілінде компот жасаудың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Кез келген жемістен жасай беруге болады. Бүгін мен сіздерге тәтті шие мен өріктен жасап көрсетемін. Жеміс-жидектерді жақсылап жуып, шиемізді бұтақтарынан ажыратып аламыз. Банкіні міндетті түрде булаймыз. Мен сіздерге тек шиеден жасалынған түрін және өрікпен шиені араластырып жасалынған түрін көрсетемін. Қайнап тұрған ыстық суды құйып шығамыз және бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Минуттан кейін суымызды құйып шығамыз және сол суымызды қайтадан пайдаланамыз. Төгіп тастамаймыз. Сол суымызды қайнағанша отқа қойып қоямыз. Қайнағаннан кейін біздің банкілерге құйып шығамыз. Құймас бұрын ең алдымен қантты саламыз. Барлық мөлшерлерін мен описанияға жазып кеттім видеоның астына. Артынан қайнап тұрған ыстық суды құйып шығамыз. Дайын болған банкілерімізді дәл видеодағыдай аунатамыз. Ішіндегі қанттары еру керек. Содан кейін банкілерімізді төңкеріп, орамалмен суығанша жылы етіп орап қоямыз. Егер видеоның соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.